Мен 16 топ аспаз мамандығының 2 курс студенті Серікбай Сымбат. Аспаз болашағы бар бизнестің ең қарқынды дамыған түрі. Қандай жағдай болмасын, кез келген жан айналысса қарқынды дамиды деп ойлаймын. Кез келген жан аспаз бола салмайды. Тек бойында төзімділігі, сыпайылығы бар жаңа нағыз аспаз болатыны анық. Шеф-повар – это профессия на всю жизнь, самый быстрорастущий тип бизнеса. Я думаю, что при любых обстоятельствах любое развитие будет развиваться. Чтобы стать настоящим шеф-поваром, нужно быть уверен в себе. Регулярно ищите свой продукт, который вам изучить. Еда всегда вкусная, когда готовка спокойная, чистая и любящая. Achieve the profession full of answer for this growing the business. I think that and segments will develop and then dynamically. To become a real chef, to be confident. Thank you very much. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар. Мен Сатын Сабалбота, 14 топ 2 курс студенті. Қазіргі таңда кәсіптік колледждерде студенттер дуальды оқыту жүйесі бойынша білім алып жатыр. Біз күнделікті сабақта тігіп пішіп үйренеміз. Өндірістегі тігін машинасының маркасы Санстар және Тупика. Олар бір тігісте тігеді. Өндірістік цехта Жанума атты компьютерлік машина бар. Ол 342 тігіс түрін және де түйме орындай алады, сонымен қатар жазба тілінде орындай алады. Жанума машинасымен қатар Бернина кестелеу машинасы бар. Здравствуйте, дорогие гости! Я учусь на 2 курсе 14 группы. В настоящее время студенты обучаются по системе двойного образования в профессиональных колледжах. Наши специальности опираются на новыми машинами. Швейная машина марки Санстар и Тупикал шейте в один шов. В производственном цехе есть компьютерная машина под названием Жанума, который может обрабатывать 342 типа стежков и готовить пуговицы, а также кроме букв. Также Жанума есть вышивальная машина Бернина. Алғашқы сөз кезегін сарапшыларға берсек, Балтабаева, Кристан, Ахметов, Жандос және Үмбек Бағырбеков. Құрметті Жомарт мырза, ұстаздар және студенттер қауымы, ең алдымен аналарымызды, қыздарымызды алдағы келе жатқан 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер күнін құттықтағым келіп отыр. Осы бүгінгі WorldSkills колледж сайысына сарапшы ретінде шақырылып отырмын. Және де веб-дизайн және әзірлеу құзыреті бойынша келіп отырмын. Болашақта осы студенттеріміз байқалса, үлкен жетістіктерге жетіп, алдан көптеген үміттер күтеміз. Болашақта байқалса, беріңіздер, есебіңіздер, жақсы мамандық таңдап аласыздар, байқалса. Жоғарғы белестерін көре берейін.